өзгеріс деген нәрсе негізі шамалы адамдар шығып барады ғой кейде. Ойбай, өзгеріп жатыр екен деп шығып кетеміз ғой. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды, заңды сұрақ деп ойлаймын. Үлгілік оқу жоспары өзгергеннен кейін біз енді қандай оқулықтармен балаларды оқытуымыз керек? Жалпы мектепке дейінгі білім беруде бізде оқулық деген түсінік жоқ, қатып қалған. Оқу-әдістемелік кешен деген нәрсе бар, иә. Ол оқу-әдістемелік кешендердің барлығы биылғы дізбеде барының ішінен өзіңіз қалағаныңызды, ұнатқаныңызды таңдауыңызға болады. Себебі жалпы бұған дейінгі бағдарламада да, қазіргі бағдарламада да жалпы әлемді алып қарайтын болсаңыз да, 1 жастағы баланың, 2 жастағы, 3 жастағы баланың оның физиологиялық даму ерекшелігіне сәйкес ондай аса қатты бір өзгеріс болмайды. Себебі ол баланың өзінің табиғатына, физиологиялық, биологиялық дамуына сәйкес мектеп жасындағы баланың даму ерекшелігіндегі нәрселер сақталады. Сол себепті біз ол жаңағы бізде дізбеде берілген жалпы жаңағы басқа педагогтың, 216 бұйрықтағы жалпы педагогтың өзінің жаңағы бір арнайы әдісі, педагогикалық тәсілдеріне сәйкес келетін, мысалы үшін қосымша әдебиеттер, не болмаса қосымша ресурстар болатын болса, барлығын қабылдап оны пайдалануына болады. Оған шектеу жоқ. Егер педагогқа жаңағы 216 бұйрықта болмаған жағдайдың өзінде де педагогтың өзінің шығармашылығын ашатын және бір айтқысы келген, түсіндіргісі келген нәрсені беретін болса, басқа да қосымша құрал пайдалануға болады деген. Міндетті түрде, өйткені бізде стандартты ашып қарайтын болсаңыз, жаңа стандартта жазылып тұр 2-ші тарауында. Кез келген балабақша өзінің жаңағы бағытына қарай үлгілік оқу бағдарламасының негізінде яғни дамытушы білім беру бағдарламасын әзірлейді деген, немесе оны бейімдейді деген, солай жазылған. Бірақ жаңағы бір ғана талап бар, талаптар жазылып тұр ол бағдарламаға, яғни жаңағы үлгілік оқу бағдарламасынан біз жаңағы басқа жаққа кетіп қалмауымыз керек. Соның міндеттеріменен жаңағы баланың жас ерекшелігіне сәйкес сол жерде күтілетін нәтижелерді ескеруіміз керек. Ал жалпы жаңа дамытушы бағдарламаны балабақшаның бағытына сәйкес, немесе жаңағы басқа да өзіміздің таңдаған ата-аналардың жаңағы келісімімен, олардың сұранысымен дайындаған бағдарламамызды пайдаланған кезде бізге тағы қосымша қандай ресурстар керек? Бағдарламаны іске асыру үшін ішінде көрсетіледі ғой. Ол жазылып, көрсетіледі, ол беріледі, және де соны солай іске асыруға болады.